Сабаққа дайын болсаңдар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта ортақ тақырыбымыз ғаламшар құпиялары болғандықтан, әрі қарай ғаламшардың құпияларымен танысамыз. Ал келесі тақырыбымыз дара және күрделі сан есімдер. Бүгінгі сабақтың мақсаты дара және күрделі сан есімдер туралы білімдеріңді кеңейтесіңдер. Тыңдаған материалдың негізгі тұсын белгілеп алып, соған сүйеніп мәтінді мазмұндауды үйренесіңдер. Сөйлемнен сан есімдерді тауып, дара және күрделіге ажыратасыңдар. Ал енді барлықтарың мұқият келесі аудионы тыңдаңдар, ол бүгінгі ғаламшар құпиялары туралы. Бір жылда күн мен түн 2 рет теңеседі екен. Оларды көктемгі және күзгі теңесу деп айтады. Көктемгі теңесу 22 наурызға, ұлыстың ұлы күніне дөп келеді. Ал күзгі теңесу 23 қыркүйекке сәйкес келеді. Күн мен түннің көктемгі теңелуін әлемнің көптеген халықтары мереке ретінде атап өтеді. Күн қозғалысына негізделген есеп бойынша нағыз көктемнің келуі осы күн мен түннің теңелуі екен. Дана халқымыз бұл уақытты жылдың басы деп есептеген. Осы күннен бастап табиғатта, жер ана да, жан-жануарлар да түлейді, жаңғырады. Барлықтарың мұқият тыңдасаңдар, мен де сендермен бірге оны мұқият тыңдап, мәтіндің негізгі тұстарын белгілеп алдым. Бұл аудиода бірінші, бір жылда күн мен түн 2 рет теңеседі екен. Көктемгі және күзгі теңесу деп аталады бұл теңесулерді. Көктемгі теңесу, яғни 22 наурызда, ал күзгі теңесу 23 қыркүйекте өтеді екен. Күн мен түннің теңесуін әлемнің көптеген халқы мереке ретінде атап өтеді екен. Нағыз көктемнің келуі осы күн мен түннің теңелуі екен. Халқымыз бұл уақытты жылдың басы деп есептеген екен. Жер ана да, жан-жануарлар да осы кезде түлеп жаңғырады екен. Мен ойлаймын, барлықтарың мәтіннің негізгі тұстарын белгілеуге үйрендіңдер деп ойлаймын. Ал енді келесі сабағымыздың келесі бөліміне көшейік. Яғни ол дара және күрделі сан есімдер. 1 минут барлықтарың дара және күрделі сан есімдер туралы білсеңдер, ойланып алайық. Ал егер ойланып болсаңдар, келесі бейнебаянға назар аударайық. Міне қызық. Қандай қызық? Алан аға, маған да оқып беріңізші. Әлемдегі ең ұзын өзен Мысырдағы Ніл өзенінің ұзындығы 6675 шақырым екен. Қызық екен. Қандай ұзын өзен, қандай ұзақ сөз. Ал жер бетіндегі ең биік тау тізбегі Гималайдың орташа биіктігі 7620 метр болады екен. Иә, биік тау екен. 7620 деген сөз де ұзын екен. Дана, таудың биік екендігі дұрыс. Ал 7620 деген сөздің ұзын екендігі қате. Неге? Қазір түсіндірем. 7620 деген сөзге сұрақ қойшы. Қанша? Неше? Дұрыс. Қанша? Неше сұрақтарына жауап беріп, заттың санын білдіретін сөздер сан есім деп аталады. Заттың санын білдірсе, сан есім ғой. Дұрыс. Сан есім сөздер 2 түрлі болады. Дара деген жалғыз ғой. Иә, дара сан есім бір сөзден тұрады. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 саны
10 және 1 сөздерінен құралған, яғни 2 сөзден құралған. 12 саны 10 және 2 сөздерінен құралған ғой. Дұрыс. 111 саны 100, содан кейін 10 және 1 сөздерінен құралған. Яғни, бұл күрделі сан есім 3 сөзден құралған. 555 саны 5, 100, 50 және 5 сөздерінен құралған. Яғни бұл күрделі сан есім 4 сөзден құралған. Дұрыс. Яғни, күрделі сан есім 2 немесе одан да көп саннан құралады. Ал күрделі сан есімнің құрамындағы әр сөз жеке-жеке жазылады. Түсіндім. Ніл өзені ұзын екен. Бірақ 6675 деген сөз ұзын емес. Ал Гималайшы? Гималай биік екен. Ал 7620 деген күрделі сан есім екен. Әр сөз бөлек-бөлек жазылады. Құрметті оқушылар, егер бейнебаянды мұқият тыңдасаңдар, мына бір ойындарды да өте керемет ойнайсыңдар деп ойлаймын. Ал енді әдеттегідей ойынымызды бастайық. Қанша, нешінші, кім, неше, қай сөз артық? Әрине кім? 66, 1000, 100, қай сөз артық? Әрине 66, өйткені ол күрделі сан есім. 21, 13, 4, 52, қай сөз артық? Әрине 4, дара сан есім. 65, 40, 30, 50, қай сөз артық? Әрине 65. 12, 41, 33, миллион. Қай сөз артық? Әрине миллион. Өйткені ол дара сан есім. Балалар, сендерге ойындар ұнады деп ойлаймын. Ал ендеше келесі ойынымызды бірге бастайық. Дара және күрделі сан есімдерді сұрыптайық. 21, әрине күрделі. 1000, әрине дара. 62, күрделі. Келесі 40, әрине дара. 33, күрделі. 44, күрделі. Келесі 55, әрине күрделі. 66, күрделі. 10, дара. 1, дара. 77, күрделі. 88, күрделі. 3, дара. 100, дара. 99, күрделі. Әрине, барлықтарың осы ойында дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Қымбатты оқушылар, әдеттегідей сабағымыздың қорытынды бөліміне де келіп жеттік. Қазір бәріміз кім тез табады ойынын бірге ойнайық. Дара сан есімдерді атағанда, оң қолыңды, күрделі сан есімді айтқанда, сол қолыңды көтеріңдер. Ал қанекей, бәріміз бірге ойнайық. Екінші. 25. 3,10-нан 5. 40-50. 901. Жетеу. 100 деген. 3-3-тен. Бесеу. 10,151. Ондаған. 90. 100 шақты. Бәрекелді. Барлықтарың менімен бірге ойнадыңдар деп ойлаймын. Ал енді сабағымыздың соңғы бөлімі. Әдеттегідей өзімізді бір бағалап көрейік. Егер тыңдаған материалдың негізгі тұсын белгілеп алуды білсең, 1 ұпай. Мәтіннің мазмұнын айта алсаң, тағы да солай.
дара сан есімді білсең, өте керемет. Ал күрделі сан есімді білсең, одан да керемет. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңдар. Сәлеметсіздер ме, құрметті шәкірттерім. Бүгінгі математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі математикадан тақырыбымыз есепке айнымалысы бар өрнектерді құру деп аталады. Бүгінгі сабақтың мақсаты: сен айнымалысы бар өрнектерді құруды білесің, айнымалысы бар өрнектерді есеп шығаруды қолдануды үйренесің. Ал балалар, сабақты бастамас бұрын мұнда берілген сөз жұмбақ тұр. Осы сөз жұмбақты шешіп жіберейік. Ал бірінші, дөңгелекті басқаша қалай айтамыз? Бірінші жолға сол сөзді ойлап табамыз. Екінші, уақыт өлшем бірлігі. Екінші қатарға бір таңбалы сан. Үшінші қатарға бір сағатта неше минут бар? Ал жақсылап ойланайық. Бәрекелді. Сіздерді орындады деп ойлаймын. Ал енді дұрыс жауапты көрейік. Демек, бірінші сұрағымыз шеңбер. Дөңгелектің екінші синонимі немесе екінші аталуы шеңбер деп аталар екен. Ал уақыт бірлігі ғасыр. Бір ғасырымыз неше жыл балалар? 100 жыл. Бәрекелді. Ал бір таңбалы санымыз 2 деген сан екен. Ал бір сағатта неше минут бар екен? 60 минут бар екен. Ал енді не себептен біз сөз жұмбақты шештік? Себебі ортасында қандай сөз шығып тұр балалар? Есеп. Демек, бүгін біз айнымалысы бар есептерді орындап үйренетін боламыз. Іске сәт. Ал бірінші тапсырма, теңдеуді ықшамдау дегеніміз не? Біз алдыңғы сабақтарда күрделі теңдеулерді шешуді, түрлендіруді және ықшамдауды үйренген болатынбыз. Ал тағы да сұрақ қоямын. Теңдеуді ықшамдау дегеніміз не? Теңдеуді ықшамдау дегеніміз теңдеудің оң немесе сол жағын түрлендіріп, ықшамдап, жай теңдеуге айналдырып, сосын барып шешуге көшу керек. Солай ғой балалар? Өте жақсы. Ал енді берілген теңдеудің жауабы. Бұл теңдеудің жауабы неше екен балалар, немесе түбірі? 25. Біз бұл теңдеуді, күрделі теңдеуді қалай қарапайым теңдеуге айналдырдық? Демек, теңдеудің оң жағын көбейттік, жай теңдеуге айналдырдық. Айналған теңдеуіміз неге айналды? Көбейтуге арналған теңдеу болды. Екінші, көбейткішіміз белгісіз. Көбейткішіміз белгісіз болған жағдайда көбейтіндінің мәнін көбейгішке бөлеміз. Демек, теңдеудің түбірі неше екен? 25. Өте тамаша. Ал теңдеуді шешуді, түрлендіруді есімізге түсіріп алдық. Ал енді екінші тапсырмамыз. Бір барқытгүлдің бағасы D теңге, белгісіз. Ал бір раушангүлдің бағасы одан 30 теңге артық. Енді әріптер арқылы біз өрнектер құрамыз. Бір раушангүлдің бағасын тауып аламыз. Сосын 5 барқытгүлдің бағасын өрнек құрамыз. 3 раушангүлдің бағасын, 5 барқытгүл мен 3 раушангүлдің бағасын көрсететін айнымалысы бар өрнектер. Осыны дәптерімізді ашып жаза қояқ балалар. Тағы да ескертетін жағдай, бұл жерде берілген өзінің сандары болады. Мынау барқытгүл, раушангүл. Ал орындап біттік па балалар? Олай болса тексеріп көрейік жұмысымызды. Демек, бірінші өрнегіміз бір раушангүлдің бағасы. А белгісіз, қосу 30.
себебі Барқытгүлден 30 теңге не болды? Артық болды. Ал енді 5 Барқытгүлдің бағасы, бір Барқытгүліміздің бағасы қандай еді? А деп алсақ, немесе Б деп алсақ, 5 Барқытгүліміздің өрнегі қандай болар екен? А көбейтілген 5, немесе Б көбейтілген 5. Ал енді 3 Раушангүлдің бағасын, 3 Раушангүл, демек Адан 30, демек Барқытгүлден 30 теңге қымбат болған. Демек қосынды ретінде аламыз да 3 Раушангүлдің бағасы шығады, көбейтеміз. Ал енді 5 Барқытгүл мен 3 Раушангүлдің өрнегі қалай болады екен біріктіргенде? Жалпы жұмсалған теңге. Демек 5 Барқытгүліміз, ал мынау теңге есе 3 Раушангүлдің теңгесі екен. Осылай өрнектеп бағасын көрсететін айнымалысы бар өрнектеп аталады. Ал енді өзіңді тексер тағы да. Есіңе түсір және есіңде сақта. Есептердің шешуін санды өрнек түрінде жазуға болады. Және оның мәнін есептеп, сен есептің сұрағына жауап бере аласың. Солай ғой? Ал енді, егер есептің шартында санның орнында әріп тұрса, онда шешуін айнымалысы бар өрнекпен жазуға болады. Мұқият есте сақтап қалайық. Бұл бүгінгі біздің сабағымыздың мақсатын айқындайды. Ал келесі тапсырмамыз балалар. Есепті айнымалысы бар өрнек құрып шығар. Өрнекті ықшамда дейді. Жақсы мән беріп қарайық балалар тапсырмаға. 2 килограмм алма мен 6 килограмм алмұрт сатып алынды. Есімізде сақтап қалдық па? Ал енді 1 килограмм алманың бағасы 2 теңге. Ал 1 килограмм алмұрт 1 килограмм алмаға қарағанда 70 теңгеге қымбат. 2 килограмм алма мен 6 килограмм алмұрттың құнын бірге алғанда қанша теңге болатынын анықта дейді. Егер белгісіз X-тің мәні неше болғанда? 100 теңге болғанда. Демек, әріптердің орнына берілген санды орнына қойып, өрнектің мәнін тауып аламыз. Ал іске сәт орнына қойып есептейміз. Ал балалар, есептеп болдық па? Олай болса өзімізді тексеріп көрейік. Берілген шартын тағы да қысқартып жазуды да пысықтап алайық балалар. 2 килограмм алма, 6 килограмм алмұрт. Алынды жалпы. 1 килограмм алма 2 теңге. 1 килограмм алмұрт алмаға қарағанда 70 теңге қымбат. Енді 2 килограмм алма мен 6 килограммның алмұрттың жалпы құны неше теңге? Бірінші өрнек біз нені тауып аламыз балалар? X оның орнына 100-ді қойып есептейміз. 2 килограмм алманың теңгесі немесе бағасы қанша теңге екен? 200 теңге. Ал енді 70 теңге қымбат дедік. Демек 100 теңгеге 70 теңгені қосамыз. Бұл ненің бағасы? 1 килограмм алмұрттың бағасы. Енді біз жалпы алмұртты неше килограмм алдық? 6 килограмм алдық. Демек 6-ға көбейтеміз. Мұна ереже есімізде ме балалар? Қосындыны санға көбейту. Қосындыны санға көбейткенде, қосылғыштарды жеке-жеке санға көбейтіп, көбейтіндінің мәнін қосамыз деген болатынбыз. Міне жеке-жеке көбейтіп алдық та, көбейтіндінің мәнін естедік, біріктірдік, немесе қостық. Демек, алмұртқа қанша теңге жұмсалыпты? 1020 теңге жұмсалыпты. Енді жалпы сумасын шығарамыз. Алманың 200 теңгесі жұмсалған және алмұрттың 1020 теңгесі біріктіреміз, немесе қосамыз. Жалпы сума шығады 1220 теңге. Демек, сұрақтың жауабы табылды. 2 килограмм алма мен 6 килограмм алмұртқа жалпы неше теңге төленіпті? 1220 теңге төленіпті. Ал енді мен мына жерде сіздерге ерекше етіп белгілеп қойдым. Егерден біз мына ретімен орындадық, ал енді бір өрнек ретінде жазатын болсақ, осылай жазылады. Ал келесі кезекте 4-ші тапсырманы орындап жіберейік балалар. Демек, алған білімімізді іс жүзінде
орындаймыз. Кәсіпорын N телескоп шығару үшін 9 миллион теңге жұмсауы тиіс. Жаңартылған технологиялардан кейін бір телескоптың бағасы 30 мың теңгеге төмендеді. Жаңартылған технология бойынша бір телескоп әзірлеу үшін кәсіпорын қанша теңге жұмсайды? N-нің саны, бұл жерге берілген сан 50. Әріптің орнына берілген санды қойып есептейміз. Ал, есептейміз. Демек, N белгісіз, қанша алғанын белгісіз, оның құны қанша деді? 9 миллион теңге. Телескоптың бағасы. Ал енді жаңартылған технология бойынша 30 мың теңге біріншіге қарағанда арзан. Міне, арзан. Кем теңге төленеді. Демек, N-нің мәні 50 екен. Шешуі 9 миллион теңгені 50-ге бөлеміз. Неге? Себебі бір телескоптың бағасын тауып алу керек. Демек, бір телескоптың бағасы 180 мың теңге болды. Ал енді жаңартылған технология бойынша 30 мың теңгеге арзан. Демек, азайтамыз. Демек, жаңартылған технология бойынша бір телескоптың бағасы 150 мың теңге болады. Ал енді кезектегі тапсырмамыз, балалар, 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмамыз біздің математика күнделікті өмірде деп аталады. Ғарышқа байланысты берілген мәтін болады. Экраннан мәтінді қарап түсініп оқисыздар. Мәтінді мұқият оқып, сандық мәліметтерді айқындап, сандық мәліметтер мыңнан артық болған сандарды өсу ретімен тізбектеп жазыңыздар. Ал балалар, тапсырманы орындап болған болсақ, жауаппен тексеріп көрейік. Демек, сандардың өсу ретімен. Сандарды оқуды ұмытпайық, балалар. Демек, мәліметтер бойынша 2006, 2016, 2017, 19 мың, 47 мың 34, 496 мың 915, 729 мың 626, 739 мың 62, 1 миллион 100 мың, 1 миллион 900 мың, 9 миллион 754 мың 909. Сіздердің де жауаптарыңыз осы менің жауабыммен сәйкес келді деп ойлаймын. Құрметті балалар, және ғарыш әлемі бойынша жоғарыда да видеода берілді, барлық мәліметтерді алды деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі сабағымыздың жетістігін өзімізді бағындап, бағалап алайық, балалар. Теңдеуді шешу тәсілін білемін. Өрнекті ықшамдағанда амалдар қасиетін қолданамын. Есепті айнымалысы бар өрнек құрып шығарамын. Бірнеше айнымалысы бар өрнектерді түрлендіріп, әріптердің берілген мәніндей өрнектерді есептей аламын. Көп таңбалы сандарды жазамын және оқи аламын. Ал балалар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар. Здравствуй! Тема нашего сегодняшнего урока – солнечный круг. Сегодня на уроке мы будем отвечать на вопросы и определять ключевые слова в прослушанном тексте. Будем составлять предложения, а также определять в тексте сложные предложения. Среди множества звезд на небе есть одна самая важная для человека. Скажи, пожалуйста, о какой звезде идет речь? Конечно же, это Солнце. Давай прочитаем вместе стихотворение Анны Яськовой «Что такое солнце?». «Солнце монетка», — скупой проворчал. «Нет, сковородка», — Обжора вскричал. «Нет, каравай», — хлебопек произнес. «Компас», — сказал убежденно матрос. «Солнце — звезда», — астроном объявил. «Доброе сердце», — мечтатель решил. Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы.
С чем сравнивают солнце, скупой, обжора, хлебопек и матрос? Правильно. Скупой сравнивает солнце с монеткой, обжора со сковородкой, хлебопек с караваем, а матрос говорит, что солнце похоже на компас. Что же объединяет эти предметы? Чем они похожи? Совершенно верно. Все они круглой формы. Вспомни, пожалуйста, слова мечтателя. С чем сравнил мечтатель солнце? С добрым сердцем. Что ты думаешь о словах мечтателя? Ведь сердце не похоже по форме на солнце, да и по цвету оно отличается. В чем же дело? Конечно, мечтатель говорит о добром сердце, потому что человек с добрым сердцем может обогреть, согреть своим теплом того, кто рядом, подобно солнышку. На одном из прошлых занятий мы говорили с тобой о глаголах. Обрати, пожалуйста, на глаголы в этом стихотворении. Проворчал, вскричал, произнес, сказал, объявил, решил. На какие вопросы отвечают эти глаголы? На что они указывают и в какой форме они стоят? Все эти глаголы отвечают на вопрос «что сделал?». Что сделал – проворчал, что сделал – вскричал, что сделал – произнес, что сделал – сказал, что сделал – объявил, что сделал – решил. Все эти глаголы указывают на завершенность действия. Кроме того, эти глаголы обозначают действие, которое произошло до момента речи, то есть они стоят в форме прошедшего времени. Молодец! С научной точки зрения в стихотворении был прав астроном, когда сказал, что Солнце – это звезда. Давай послушаем с тобой аудиотекст о звезде по имени Солнце. Урок номер 57. Солнце – это яркая звезда, находящаяся в центре Солнечной системы. Вокруг Солнца на разном расстоянии вращаются 8 главных планет. Солнце, словно огненный шар, раздает тепло своим ближайшим планетам. Правда, тем планетам, которые очень близко к Солнцу, очень жарко, а тем, которые находятся далеко, очень холодно, потому что до них теплые лучи почти не достают. А на планете Земля температура оказалась очень удобной для появления и развития на ней жизни. Вот мы и прослушали аудиотекст. Скажи, пожалуйста, как ты понимаешь выражение «солнечный круг»? Все верно. Солнце – это яркая звезда, подобная огромному раскаленному шару. Солнце находится в центре Солнечной системы. Вокруг Солнца на разном расстоянии вращаются планеты. Но ведь у Солнца есть еще и соседки, другие звезды. В космосе все звезды собираются в огромные скопления, которые называются галактиками. Солнце со своими планетами находится на самой окраине нашей галактики, которая называется Млечный Путь. Посмотри, пожалуйста, на изображение и на написание этих слов. Обрати внимание, в слове «солнце» есть опасное место, непроизносимый согласный, который мы можем легко проверить – солнышко. В словах «солнечное» и «млечный» тоже есть опасное место, но ты знаешь, как правильно писать эти слова. ЧК, ЧН пишем без мягкого знака. Откуда же произошло это очень интересное название «Млечный путь»? Чтобы ответить на этот вопрос, тебе необходимо будет собрать рассыпавшиеся предложения. Перед тобой 2 предложения на экране. Но для того, чтобы выполнить это задание, тебе необходимо вспомнить, что же мы называем предложением, какие обязательные признаки есть у каждого предложения.
Конечно, у каждого предложения должна быть законченная мысль. В каждом предложении слова должны стоять в определенном порядке. Давай проверим себя. Однажды богиня Гера кормила молоком Геракла. Молоко разлилось по небу в виде дорожки, а люди назвали ее «Млечный путь». Молодец! Не забудь, что предложение оформляется особым образом. Первое слово в предложении начинается с большой буквы, а в конце нашего предложения стоит точка. С древнегреческого языка слово «галактика» переводится как «Млечный путь». У древних греков существовало много легенд. Одна из них гласит, что однажды богиня Гера кормила молоком Геракла. Молоко разлилось по небу в виде дорожки, а люди назвали ее «Млечный путь». Так вот откуда произошло название «Млечный путь». Слово «млечный» связано со словом «молоко» – «молочный». Найди, пожалуйста, в этом тексте предложение, которое соответствует указанной схеме. Давай проверим себя. Это предложение «Молоко разлилось по небу в виде дорожки, а люди назвали ее «Млечный путь». Все верно, это предложение состоит из двух частей. В первой части говорится о молоке, во второй части говорится о людях. Части этого предложения соединены с помощью союза «а». Вспомни, пожалуйста, как называется такое предложение. Мы говорили об этом с тобой на прошлых уроках. Все верно. Это сложное предложение. Молодец. Наш урок подходит к концу. Сегодня на уроке мы отвечали на вопросы по прослушанному тексту, составили предложение, а также нашли сложное предложение в тексте. Пожалуйста, подумай и отметь, все ли тебе удалось, или тебе было трудно, но ты справился, или тебе необходимо еще поработать и повторить изученную тему. Алты жасқа толған балаларға арналған фильм. Дәрмен Садуақасовтың шахмат академиясының қолдауымен Балапан телеарнасы ұсынады. Не болып жатыр? Дана, мен қозғала алмай қалдым. Болмайды. Демек ойнауымыз керек. Сонда қалай? Қара, сен жауынгердің орнында тұрсың. Демек, Не? Мен жауынгермін бе? Жоқ, бұған ешқашан келіспеймін. келісуіңе тура келеді, Азат. Басқа амал жоқ. Жарай. Ол қалай жүретін еді? Жауынгер өз алаңында бір немесе екі шаршыға жүре алады. Ал, жүрейік. Егер жауынгер бір рет жүрсе, одан кейін де алға тек бір ғана